Түркістан облысында жалпы сыйымдылығы 119 мың тоннаны құрайтын 9 мұнай сақтау қоймасы және 380 жанармай құю бекеті жұмыс істейді. Бүгінде Шымкент қаласындағы мұнай өңдеу зауыты штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Мұнай сақтау қоймаларында АИ-92 маркалы бензиннің 12.507 тонна, АИ-95 маркалы бензиннің 1296 тонна, дизельдік отынның 11356 тонна қоры бар. Жанармай құю бекеттерінде АИ-92 маркалы бензин және дизель отыны еркін босатылуда, тапшылық жоқ. Бұл туралы Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеровтің төрағалығымен өткен апталық аппарат мәжілісінде мәлімделді. Облыс басшысы жауапты тұлғаларға жанармай бағасын тұрақтандыру және тапшылығын болдырмау мақсатында тиісті шараларды қолға алу бойынша тапсырмалар жүктеді. 2025 жылдың 16 қазанынан бастап бағаны тұрақтандыру мақсатында АИ-92 маркалы бензин мен дизель отынның бағасын көтеруге мораторий енгізілді. Облыс аумағында жанар-жағармайдың сұйытылған газ бағасын өсуін болдырмау үшін нақты анализ жасап, соған қарай жүйелі шара жұмыс жасау керек. Өзбекстан Республикасы мен шекаралас аймақтарының мұнай газ өнімдерін заңсыз тасымалдау тоқтату мақсатында рейдтік шара күнделікті жүргізу және нәтижесін ақпарат ретінде ұсынуды тапсырамын. Жанармай бағасын тұрақтандыру және тапшылығын болдырмау жұмыстар жауапты мемлекет және құқық қорғау органдарымен бірлесіп жүзеге асыруды тапсырамын. Жанармай тапшылығын болдырмау және бағаны тұрақтандыру бойынша облыс көлемінде арнайы жұмысшы топтар құрылып, күнделікті бақылау жұмыстарын жүргізуде. Нәтижесінде 89 жанармай құю бекетінде бағаны өсіру фактілері анықталып, баға қалыпқа келтірілген. Сонымен қатар жанар-жағармайды көрші елге заңсыз тасымалдауды тоқтату мақсатында тұрақты түрде рейдтік шаралар өткізілуде. Жыл басынан бері мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы бойынша 247 факт анықталып, 10,4 миллион теңгеге айыппұл салынған. Облыс аумағында бүгінгі таңда 9 мұнай сақтау қоймалары, сыйымдылығы 119 мың тонна және 380 жанармай құю бекеттері жұмыс істейді. Шымкенттегі Петроказахстан Oil Production жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мұнай өңдеу зауыты штаттық режимде жұмыс жасап отыр. Жылдық қуаттылығы 6 миллион тонна мұнай. Мұнай өңдеу зауытының мәлімдеуінше келесі жылдың наурыз айына дейін ремонттау жұмыстары жоспарланбаған. Қазіргі уақытта мұнай сақтау қоймаларында АИ-92 маркалы бензиннің 12.507 тоннасы, яғни айлық қажеттіліктің бүгінгі таңда 11 күнге жеткілікті қоры бар. Жалпы қазіргі уақытта облыс көлемінде жанар-жағармай тапшылығы жоқ. Баға тұрақты, жанармай бағасын тұрақтандыру және тапшылығын болдырмау мақсатында жұмыстар жалғасып келеді. Түркістан облысы бөлінген газ үлесі облыста құралған комиссияның қарауымен арнайы қағиданың механизміне сәйкес субъектілер арасында бөлініп отырады. Комиссия төрағасы облыс әкімінің бірінші орынбасары, сонымен қатар басқарма мәслихат депутаттары, Аманат партиясы, кәсіпкерлік палатасы, кірістер департаменті және тиісті қауымдастық өкілдері бар. Комиссия отырыс 90-на бір рет өтеді. Қосымша газ бөлінген жағдайда қажеттілікке қарай комиссияның отырысы қосымша өткізілуде. 25 жылдың 4-ші тоқсаны Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі 32.505 тонна сұйытылған мұнай газ көлемі бөлінді. Аудан қала көлемінде жұмысшы топтар құрылып, тұрақты мониторинг жүргізілуде. Бүгінгі таңда зауыттардан қараша айына бөлінген 11.880 тонна сұйытылған мұнай газының 5.706 тоннасы босатылып, субъектілерге жөнелтілген. Мониторинг жұмыстарының нәтижесінде аудан қала аумағындағы бекеттердегі газ қалдығы 487 тоннаны құрап отыр. Сұйытылған мұнай газының тұтынушыларға жеткізілуі, оның бекітілген бағада сатылуына тұрақты мониторинг жүргізіліп, бақылауға алынған.